Балдардың сүйіп жейтін құлпынай пирогын бірге жасайық. Ең бірінші ұнға шым-шым тұз, қант, қопсытқышты салып араластырамыз. Содан соң бөлме температурасында сары майды салып, үгілмелі қамыр жасап аламыз. 70 грамм қаймағымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп алдық, енді салмасына кірісеміз. 200 грамм қаймақ, 1 дана жұмыртқа, 120 грамм қант, шым-шым тұз, жүгері крахмалы 2 ас қасық қосамыз және дәміне қарай ванилин қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. 400 грамм құлпынайды 2 бөлікке бөліп турап аламыз. Содан соң қамырына кірісеміз. Қамырына ұнды себелеп, формасын жасап, қамырды жайып, біркелкі қылып формаға орналастырамыз. Салмасына ең бірінші құлпынай, содан соң қаймақтан жасалған заливкиді құйып, форманы жылжытамыз. Себебі барлық жеріне салмасы біркелкі болу үшін қызып тұрған пеште 160 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Осы рецепт YouTube каналымда бар. Жансая Бақытберген десе шығады.